Осында бір проблема бар иә, ауылдан адамдар неге кетіп жатыр деген. Мінекей мынандай мен өзім ойым бар, айта кетейін. Ауыл шаруашылығын адамдар кетпес үшін мінекей қазір бітіріп жатқан, оқуды бітіріп жатқан мынау жастарымызға сіздер мынандай жасау керексіздер билік. Жалақысын қаладан қарағанда 2 есе көтеріп қою керексіздер. Барған жағына ауыл болсын не болсын үй беріңіз, бүкіл несімен туалет, ваннасы бәрі үйдің ішінде болсын, комфортный үй болсын. Болмаса немесе үй салыңыздар, баяғыда 2 этажды ма 3 этажды кәдімгі благоустроенный үй салып, соларды шақырыңыздар. 2 есе зарплата көтеріңіздер. И екіншісі зейнетке еркектерді 58 жасынан, әйелдерді 55 жасынан шығарыңыздар. Ауылда істесе, сондай ғана немен, условиямен ғана, сол кезде ғана мен адамдар тартылады деп ойлаймын.